Бүгін аймақта Жамбыл Кап 2022 кіші футбол турнирінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған доп додасы биыл жастар ресурстық орталығы қызметкерлері арасында өтуде. Сайыстың мақсаты бір оқпен екі қоянды ату. Нақтысы жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, ынтымақтастықты арттыру. 2020-да алғаш рет өткізілген турнир талаптары жыл сайын жаңаруда. Доп додасында былтыр түрлі сала қызметкерлері бақ сынаса, биыл облыстық, қалалық және аудандық жастар ресурстық орталықтары қатысуда. Оның өзіндік себебі бар дейді ұйымдастырушылар. Ол жерде бір ғана кемшіліктер болатын. Енді ЛЛФ дейді ғой, бұл футболда солы командалардың, яғни ойнайтын адамлар кіріп кететін болды. Сонымен қатар футболды жақсы профессиональный ойнайтын азаматтар сол нелерге командаларға кіріп келетін болғаннан көптеген даулар туындай бастады. Яғни әр аудан өзінің потенциалын арттыру үшін жақсы кәсіби тұрғыда ойнайтын футбол ойыншыларын алып келетін мәселелер туындады. Сол мәселелердің енді алдын жою үшін таза өзіміздің көз алдымызда жүрген жастар ресурстық орталық қызметкерлерін тартып отырмыз. Бүгінде облыстағы 13 жастар орталығында 400-ге жуық қызметкер еңбек етеді. Аталған турнирде бас аяғы 12 команда бой көрсетті. Барлығы қызу дайындықпен келген. Кіші футболда Байзақ ауданынан команда алып келіп отырмын. 6 жігіт. Енді менің балаларымның қазір дайындығы жақсы деңгейде деп айтсам да болады. Бұл жерде енді кім біледі, енді 12 команданың ішінде қай команда мықты екенін қазір ойын барысында байқаймыз. Енді бәріне сәттілік тілеймін. Бірінші орын болмаса да екінші орын деген үмітіміз бар. Соны балаларым өздері солай үміт қойған. Былтырғы жылы өзіміз чемпион болғанбыз. Биылда тағы да осындай мақсатпен келіп отырмыз. Биылғы жылы тек қана қызметкерлер арасында құжаттарды нақты тексеріп, андай подстава дейді ғой. Сондайсыз тек қана нақты жұмыс істейтін кісілердің арасында турнир болып жатыр. Осындай турнирлер көп болса, бұл аудандардың бір-бірімен достығын, бір-бірімен қызметкерлердің бір-бірімен танысуын ары қарай ұлғайтады деген ойдамыз. Былтыр тек қана бір-ақ күнде болған бұл турнир. Биыл бұл бірінші отбор болады, содан кейін жартылай финал, содан кейін финал болады. Егер өтіп жатсақ, үш рет Тараз қаласына келеміз деген ойдамыз. Доп додасы 2 айға созылмақ. Іріктеу ойынында 12 команданың 8-і екінші кезеңге жолдама алады, ал келесі айналым маусым айында өтеді деп жоспарланыпты. Жүлдегерлерге қаржылай сыйақылар тағайындалған. Бірінші орынға 250 мың теңге, екінші орынға 200, үшінші орынға 100 мың теңге қаражаттары бар. Сонымен қатар үздік шабуылдаушы, үздік қақпашы сияқты номинациялар бойынша да біздің қатысушыларымыз марапатталатын болады. Жауаптылар алдағы уақытта ерлерден бөлек әйелдер арасында да волейбол мен баскетболдан турнир ұйымдастырылатынын жеткізді. Фарида Сейілханқызы, Ансар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.